Құрметті мойынқұмдықтар, осыдан 1-2 күн бұрын біздің Мойынқұм ауылында бір жазатайым оқиға болып, Марат деген бауырымыз, туысқанымыздың үйі өртеніп кетті. Соған байланысты мынау қайғыны бөліссең азаяды деген мақсатта сіздерге арнау орнап отырмыз. Осы Марат бауырымның үйіне көп болып көмек. Енді осындай жағдайда мен өзім кәсіпкер болғандықтан бүкіл ауданның кәсіпкерлерін және де Жамбыл облысының атамекен кәсіпкерлер ұйымынан бастап сіздерді осы Марат бауырымызға көмекке шақырамыз. Бір қолдау көрсетіп жіберіңіздер. Біздің аудан өзі ұйымшыл, бәріміз бірге осы кісіге бір үй баспана алып берейік. Мойынқұм ауылының тұрғындары, осы бәрімізге білеміз, ініміз Марат бауырымыздың үйінде келеңсіз жағдай болды. Соған байланысты осы Мойынқұм ауданының тұрғындарын біз бәріміз осы Маратқа көмек жасауға шақырдық. Мойынқұмдықтар, құрметті қазақ елі. Бұл Мойынқұмның жанашырларының үндеуі деп біліңіздер. Мұнда оған кешегі жағдайда бұл ешкімнің басына салмасын. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, бәріміз бір ауыздан бір үйдің баласындай ат салсайық. Құрметті Мойынқұмның тұрғындары, ауылының, ауданның сыртқа көшіп кеткен ағайындардың барлықтарыңызды осы жоғары айтылған кісілердің сөзіне қосыла отырып көмекке шақырамын. Марат деген бауырымыз өз күшімен, қарапайым жігіт өз еңбегімен, адал терімен осындай бір үлкен үй соғып еді, аяқ осындағы айланды. Енді оны Алладан сұрап алған жоқ. Сондықтан бұл көмегімізді беруге бәріміз міндеттіміз деп айтпай ақ қояйын, бірақ енді шамамыз келгенше көмектесейік. Біз біргеміз, құрметті ағайын. Біз біргеміз.